Dostlar, buyursa bugün bizim Toyota Camry 30'ga жеткен günümüz. Ассалаумалейкум, қазақ елі, простые ребятаның подписчиктері. Бұйырса Камриді диагностикаға апарам. Ходовойын, VVTi-ын, тағы да басқа жерлерін тексертіп, бұйырса бүгін сонымен ролик осылай басталады. Жай отырмай, лайк басып, коммент жазып отырыңдар, жігіттер. Кеттік. Так, Сәлімбек екеу артқы амортизатор. Ну, вот потекший сам видишь. Хорошо, что не потекший. Ах, кеткен уже. Ну, реставрациями сразу новую купим, поставим. Да. Қанша? Құдайға шүкір, көп нәрсе емес екен. Ол бізде артында 4 сәлем-блок, 2 амортизатор, майын айырбастап жүрек дейді сразу. Қозғалтқыштың. Сосын не? Герметика на мынау. Антифризін айырбастап жібереміз сразу. Тоже. Так, сонымен пока көреміз. VVTi-ді ертең басқа жігіт көріп береді. Мүмкін VVTi-дің муфтасынан шығар. Енді шыған ағындағы қосалқы бөлшектерін қарап жатырмын объявлениеден. Бұйырса ол бізде алдыңғы 2 крыло, 2 бампер, фарларын көреміз, бастан өтеді. Әйтпесе айырбастап жібере саламыз. Проблема жоқ. Сосын задний вид сол жақ, солда ішінен де істемейді. Әйнегі де өзінікі емес ол деймін. Ауысқан ба, соны айырбастап жүру керек. Сонымен ішінде біраз жұмыс бар, потолоктар салбырап жатыр, материалы. Жетпей тұрған пластмастарын алып, мына есіктің іштен ашылатын ручкаларында никельдер кетіп қалған, онда айырбастап жіберетін шығармыз. Көреміз енді бұйырғанын. Енді бүгін уже кеш болып кетті, білген столардың бәрі қыстың алдында адамдардың бәрі дайындап жатыр ғой машиналарын. Ертеңге жазылып кеттім, с утра барып, таңертеңгісін ерте қосалқы бөлшектерді алып, столға жеткізіп, бұйырса бірінші технический жағын жөндеп алсақ, ары қарай өзіміздің жұмысты әдемілеп жылтыратып, машинаны өзінің ең жақсы деген түріне әкелетін боламыз. Бопты, бастайық бұйырса. Ama ne izlediysin mi? Söylemeyeceğim, söylemeyeceksin. Серьезно его уже знаешь? Kulübü de olmuyor. Şey var. Mambo kulübü. Aha. Var sat. Sat aslında. Ya başlıyorsun sen. Çört bunu desi var, mойындасың oldu. Evet. Çok dinlesici çaldı. Ve aleykümselam. Ya yatmadım. Yani kusur tavuldu mu? Бар екен ғой ашық. Var mı ya? Just. Kocayım gereğini sürekli iniyor. Taze. Çok. Onda çok. Evet, taze. Çok. 18 tane çok koyayım lan.
Сен күткенің вообще кайф болып тұрмын білесің ба? жарасты да? Масқара болып тұр ғой. Сатамын онда саған. Не ғой, тегін алып тұрмын ғой. Қой, бұйырса достар, Subaru Forester дисктарын салдық. Керемет емес қыстық дөңгелектермен. Бүгін бұйырса машинаны аттандырамыз ба? Forster'ды аттандырып, Camry'ға толықтай кірісіп жатырмыз ғой бұйырса. Достар, ай өткендер өткен роликте Nissan Cedric'тер бағасын негізі айтқанмын. Камерамыз кішкене ақау болып, сол жерлері запиське түспей қалыпты. Nissan Cedric'ті 2 миллион теңгеге Шемонайха қаласынан алынған болатын жігіттер. Машинаны біраз 15 күн дегенде саттым. 2,5 миллион деп тұрғанмын негіз басында. Енді спрос аздау екен. Даже сайтқа қойғаннан кейін сатылуға звоноктар онша көп келген жоқ. Енді ақша сонша байланып қалмасын деп машинаны саттым. Машина барып келуі, жасаған запчастарым бәрі 2 миллион 200 теңге болды. 2 миллион 200 болған. Енді ол машинадан 100 мың теңге пайда көрдік. Жақсы, альхамдулилля, оған да шүкір. Бағасы сондай болып шықты. Енді Camry'дан біраз ұстап қалсақ, Cedric'тің орны жабылып кететін еді. Жақсы, бізге сәттілік. Barada bulmayı kurada. Немене? Barada bulmayı de. А? Мен білмеймін, мен осындай сатылған. Не, зазор нормальный, более-менее. Капот көтеріп жібереміз. Енді мына жағын кішкене келіңкіремей тұр. Мына қалай зазор? Кайф болып тұр. Сурет па? Сурет болып тұр. Тиын саласың ғой сторога. Әнде естіға саған не дейм ба? Видеодай ба? Тиын саласың болды. Нормально. Мен негізі оригинал алғанымыз дұрыс болды, андай Тайвань алғанда қошым. Дұрыс болады шығар. Ойлап отырмын да капот былай қарай мордасы жыртса. Чуть-чуть.
Достар, жалпы Toyota Camry'дің жағдайын видеодан көрдіңіздер. Технический жағын бәрін S100-да жөндетіп қойдым. Жаңа роликтің бас жағында көрдіңдер, қандай не істерім. Енді бұйырса VVTi-ында ғана машинаны оталдырған кезде сәл 1 секундтық бір шум бар. Соны бұйырса жасатам. Қазір бірінші очередь машинаны толықтай бояп, полировкасын жасап, ішінің химчисткасын сөйтіп келбетін жасап алсақ, ары қарай уже техникалық жағын жасай береміз. Енді бұйырса келесі сенбіге үлгеруге әрине қатты тырысамыз. Енді ол қалай шығады, не шығады, көре жатасыздар. Жігіттер, ендігі кезек Subaru Forester-ға келді. Subaru Forester-ның алынған бағасы 1.850.000 теңге. Бұл көлік біздің подписчиктің ағасының көлігі екен. Машина ақпан айынан бері тұрған, өткен роликтерде айттым оның себептерін. Төмен түсіп, біздің алдыңғы роликтерді Subaru туралы көрсеңіздер болады. Не жұмыстар жасалды? Бірінші очередь машина оталмай тұрды. Аккумулятор, стартер, технический жағынан май ағып тұрған жерлер болды. Майын айырбастадық, ходовкасын, біраз нәрсесін айырбастадық. Қораптың, қозғалтқыштың подушкалары айырбасталды, сигнализация орнатылды. Титановый диск дөңгелегімен оның өзі мынандай ақша. Обвес және бояуға кеткен ақшаларын бәрін қоса келгенде машина бізге 2.500.000 теңгеге тұрды. Машинаны сайтқа 3 миллион деп шығарған болатынмын. Енді әрине оның саудасы бар, қатып қалған баға жоқ. Маған енді жазған жігіттерде, подписчиктерден болған шығар, көп адамдар хабарласты. Біраз адам келіп қарады. Бірінші очередь қойған кезінде Өскеменнің жігіттері машинаға қатты қызығып, видео жіберші, мынаны жіберші деп жіберіп, бәрін келісіліп, олар жұма күні түстен кейін келді. Ол кезде бағасы 2.750.000 теңгеге келіскен болатынбыз. Машинаны соңға бардық, отырдым, учеттан шығаруға. Болды, сонда оформление жасадық, номерін таңдады. Енді номер дайын болам дегенше, сондағы менеджер сіз кете беріңіз, сатушы, сатып алушы қалады, документті күтеді деді. Сонымен ақшасын бәрін келісіліп алып, мен жол тарттым үйге қарай. Біраз уақыт өткеннен кейін сағат уже кешкі 7-лердің шамасында ана жігіт звондайды маған, сондай Ақылбек отказ келіп отыр машинаға деп. Барып, сонымен келісіп, қарап, не болған екен десем, кезінде бір айыппұлды сот орындаушысы арестке қойып тастаған екен көлікті. Сол себептен машина ол жігіттерге мүмкін бұйырмай тұрғанда шығар. Ақшасын қайтып беріп, жігіттерге енді дүйсенбі күні проблемасын шешіп берем, күтсеңдер күтіңдер, күтпесеңдер жігіттер айып жоқ дедім. Сол себепті жігіттер үйіне қарай Өскеменге қайтты, асығыстықтары бар екен кішкене. Деп, дүйсенбі күні сот орындаушыға барып, машинаның аресін, бәрін, ақшасын төлеп, штрафтың өздерінің, сот орындаушыларының өздерінің комиссиясы деп айтады ғой. Соны төледік, енді оның өзі бір 10 шақты теңге ақша болды. Проблема біткеннен кейін машинаны қайтадан сайтқа қойдым. Сол күні-ақ бір жігіт келіп машинаны ұнатып алған болатын. Машина сатылған бағасы 2.800.000 теңге. Енді Subaru Forester-ден де 300.000 теңге пайда көріппіз. Бір қызық жағдай, өткенде коммент оқып отырсам, біздің бір подписчигіміз жазып отыр екен. Барлық машинадан 1 миллион теңге пайда көреді деп. Жігіттер, кішкене сәл болсанда ойланыңдар. 1 миллион теңгеге ол мүмкін қымбат көліктерді алып сатсаң, мүмкін ондай қалатын шығар. Біздің алып жүрген машиналарымыз ондай қымбат та емес, арзан да емес, орта бағадағы машиналар деп айтсам болады. Енді бұйырса Toyota Camry-дің бағасына келетін болсақ, жігіттер, алынған бағасын әрине мен машинаны сатқан соң айтатын боламын. Енді сатылымға шығатын бағасын жігіттер әлі де білмейміз. Енді орта баға Camry 2003, 2.4 автомат коробкалы Camry-дің бағасына одан аспай, мүмкін одан сәл төмендеуде болып қалатын шығар. Бұл уже келісілетін баға. Сайтқа шықса, ол жерде кішкене басқа баға болады. Неге десеңдер, келіп машинамен саудаласқанның өзі бір керемет кайф қой. Енді ролик бүгін жігіттер осындай сәл қысқалау болды. Бәрін айтып түсіндірдім деп ойлаймын. Айтпақшы, ұмытып бара жатыр екем. Жаркент қаласына не үшін барған болатынбыз? Жаркент қаласынан 2103 деген Жигули шығып қалды. Суреттерін қараса керемет от екен.
сонымен Жаркентке қарай жол тартқан болатынбыз кеше жұма күні. Машинасын барып көрдік. Машина 1975 жыл. Состояниесі мынандай. Сұрап отырған бағасы 850 мың теңге. Енді біз қазақпыз ғой, барғаннан кейін әрине саудаласқың келеді. Машинаны көрдік. Машина Италия үшін жасалған екен. Даже спидометрі миль көрсетіп тұр, километр емес. Сонымен кішкене болса саудаласамыз ба десек, о бала сол жазылған баға, сол соңғы баға деді. Сол себеппен біз саудадан кайф алған жоқпыз. Сонымен ойланамыз дедік та қайттық. Негізі Жигулиді Алматыға алып келсек, Асылбек біздің маляр, біздің бастығымыз деп айтсам болады. Сол жігітке береміз ба деп ше. Состояниесі өте керемет екен. Бағана роликте көрген боласыздар. Енді бұйырса, ролик бүгінгі осымен соңына дейін келіп қалды. Жігіттер бәрің аман болыңдар. Келесі сенбіге дейін бәріңе ассалаумағалейкум.